Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге жасалу жолы жылдам әрі дәмі керемет эклер жасайтын боламын. Бірінші ыдысымызға суымызды құямыз, үстінен сары майымызды саламыз. Және де оның үстінен тұзымызды салып, отқа қойып, майымызды ерітеміз. Май ерігеннен кейін осылай қайнайды, оттан сөндіріп алып, үстінен ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қайтадан отқа қоямыз. Қамырымыз ыдысқа жабысқанға дейін 3-4 минут отта ұстаймыз. Міне қамыр дайын. Енді мұны бөлек ыдысқа салып алып, үстінен бір-біреуден жұмыртқадан жарып, жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз дайын. Енді мұны кондитерский мешокқа салып, оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. Тапамызға фольга төсеп, оның үстінен дайын болған қамырымызды бөліп құйып шығамыз. Мұның үстінен шанышқымен суға батырып, шанышқаны қамырымыздың үстін осылай сызып шығамыз. Міне біздің эклеріміз дайын. Енді крем жасаймыз. Бірінші жұмыртқаның ағын миксермен айналдырып, көпіршігеннен кейін қантымызды бөліп салып, осылай араластырамыз. Үстінен ванильный сахарды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Міне біздің крем дайын. Енді мұны кондитерский мешокқа салып, эклеріміздің арасына кремімізді құямыз. Астарыңыз дәмді болсын.